укол салса ораза бұзыла ма, система алса ораза бұзыла ма деген сұрақ. Ине салса бұл жерде ғалымдардың әртүрлі көзқарастары бар. Негізгі фәтуа берген көзқарас имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммедтің көзқарасында табиғи жолмен адам ағзасына бір нәрсе кіретін болса, адамға азық қорек беретін болса, сол кезде ораза бұзылады дейді. Ал егер табиғи жолмен емес денеден кірген болса, ол оразаны бұзбайды дейді. Және де ғалымдарымыз бұл жерде айта кеткен нәрсе, сол адамға қорек бермеу мәселесін айтады. Егер ине салған кезде ол тек қана дәрі ғана болған болса, адамға емдеу мақсатында салынса ине система, ол кезде оразасы бұзылмайды. Ал егер де ине система оған қорек болса, күш-қуат беретін болса, онда оның оразасы бұзылады. Әлбетте бұны ауыз ашқанға қалдыру керек. Дегенмен де ине егерде қатты адам мұқтаж болмай тұрған болса, ауыз ашқаннан кейін ине салдырғаны жақсы.